Техас тұрғыны Даллас Винстің 23 жасында өмірі күрт өзгерді. 2008 жылы ол күзде туған қаласы Форт Уорттегі шіркеудің шатырын бояумен айналысады. Ол көтергіштің жүк салғышында тұрып бояп жатқан еді. Көтергіштің жүргізушісі жақын маңдағы сымды байқамай, жүк салғышты тым жақындатып қояды. Жүк салғыш сымға жақындаған сол доғалық разряд пайда болады. Сымға бетімен құлаған Далластың беті толығымен күйіп жанып кетеді. Электр тоғының әсерінен жігіт бір мезетте көзінен, мұрнынан, ернінен айырылады. Бетінде тек ауыздан қалған қуыс қана қалады. Бұған қарамастан жігіт аман қалды. Ол 3 ай комада жатады. Оянған кезде оның иығынан төмен бүкіл денесі қозғалмай қалған еді. Тоқтың соққысының салдарынан оның миына да зақым келеді. Дәрігерлер Даллас енді өмірінің соңына дейін төсек тартып қалады ма деп қауіптенеді. Онымен қоса оның сілекей бездеріне де зақым келуі мүмкін деп жорамалдап, Далластың тамақтана алмай қалуы мүмкін деп уайымдайды. Барлық пессимистік болжамдарға қарамастан, Даллас біртіндеп сауға бастады. Ол қайсар мінезділікті танытып, мен қызым үшін өмір сүруім керек деген шешімге келді. Жарты жылдан кейін оны клиникадан шығарды. 1 жыл өткеннен кейін ол өздігінен жүре бастады. Бұл өте таңғажайып нәрсе. Оның басынан өткізген жағдайды тіпті жауыңа да тілемейсің. Далластың оқиғасы танымалдылыққа ие болып, оның оқиғасын естіген әйгілі хирург Богдан Помагач оған бет-әлпет ауыстыру отасын жасауға ниет білдіреді. Ота 15 сағатқа созылып, нәтижесінде Даллас жаңа бет-әлпетке ие болды. Донордың бет-әлпеті Далласпен біте қайнасып кетті. Ота аяқтала салысымен Даллас телефонмен сөйлесе алатын дәрежеге жетті. Бет-әлпетіндегі мимикасы да қалпына келді. Енді ол бұрынғыдай күлімсірей алатын болды. Бірнеше ай өткеннен кейін Даллас көпшілік алдына шығып сұхбат берді. Далластың айтуынша, оның кішкентай қызы Скарлетт оның бет жүзін көріп, «Әке, сен өте сымбаттысың» деген. Тағы біраз уақыт өте келе Даллас өзінің болашақ жарын кездестірді. Ол да жазатайым оқиғадан зардап шеккен адам еді. Бақыт әрдайым біздің жанымызда. Біз екеуміз де трагедияға ұшырадық. Дегенмен де жақсы өмірге деген үмітімізді жоғалтпадық. Қазір біз біргеміз, бір-бірімізді жақсы көреміз. Бізге қараңыздар да мұңаймаңыздар. Бір нәрсе ойдағыдай болмай жатса, бәрібір де бір күні барлығы өз орнына келеді, дейді Далластың жары.